Ассалаумалейкум қазақ елі. Міне біз Күршім ауданының жоғары бұрынғы Теректі деген ауылы, қазір Марқа деген ауылында жүрміз. Марқа деген ауылы міне менің арт жағымда тұр. О, жатқан ауыл Марқа деген. Бұрын кезінде аудан болған жер екен, Теректі ауданы. Кейін қысқартқан екен ауыл қып. Мынау ар жақ ағарып жатқан жер ол Қытай Халық Республикасының Қаба деген ауданның жері. Құмдауыт. Құм ағарып жатқан құмдар. Содан кейін Марқа көлдің өзіне бару үшін осы жерден былай қарай жол бар екен. Мына таудың ар жағына асып түсу керек. Мөлшері 60 км жол жүрген кезде ғана жетуге болады екен көлдің басына. Енді көлдің аяғы тура осы тұсқа тура келеді екен, көлдің аяғы. Бірақ мынадан асып түскенмен ар жағы жыныс қарағайлы жер, орман. Орманнан ары қарай көлге қарай бару қиын екен. Көлге бару үшін осы жақтан енді 60 шақырымнан жоғары жол басу керек екен, мына тауды асу керек екен. Сонымен көлге бара алмай арман болып қайтқан сияқтымыз. Енді о жақ қой. Бір 3-4 ауылдығы бар екен. Өжелерді өмір сүріп жатқан, көбінде негізі орыс ұлты екен. Өмір сүріп жатқан. Қары қалың болады, 1,5 метрден жоғары қалың болады екен. Мына жерде әзіл күнге дейін таулардың бастарында қар жатыр. Ауылда да таудың бастарында да қар жатыр. Енді осы жердің халқы малдарын сол жайлаулыққа жібереді екен. Яғни Марқа көл жаққа қарай осының жоғарғы жағына малды жаз жайлауға қарай жібереді екен. Осы жерде халық мына жерде көп ауылдың шетінде де мал ұстап жүрген кісілер бар екен. Жайлаулыққа жібермей ұстайтын кісілер де бар екен. Ауылдың шеті тауға қарай жібереді екен. Мысалға мына жерге қарасақ, о жерде жылқылар жүр. Жерде жылқылар жүр. Бұл енді былай Күршім ауданының жері ғой. Күршім ауданының ең шеті осы. Күршім ауданына дейін жол барсаңыз, қане бері қарай 55 км, ар жағы бар 100 км-ден аса, 120 қанша километр, сонда 180 км жерге орналасқан. Аудан орталығынан 180 км жерге орналасқан ауылдық. Енді былай қарай бұл кісілерге Зайсанға бару ең жақсы қолайлы болады екен. Осыдан 55 шақырым былай жүрген кезде ары қарай Зайсанға кететін, солға қарай тура кеткенде Күршімге кететін жол бар екен. Сол жерден Зайсанға қарай кетеді екен де, осылар көп осы жақтағы ауылдықтар шеп-жем әрқандай продуктысын Зайсан жақтан тасиды екен. Зайсаңда бұл жерден 100 км-ден жоғары, мөлшері сол 130 мың айнам екен, сонда екен. Зайсанға Қытай тиіп тұр. Енді қайта аудан болса деген өтінішті айтып жатыр екен халықтар. Бірақ бола қою да ектілай сияқты. Енді бұл жақтағы елдер, жұрттар барған сайын азайып бар жатыр екен, көшіп. Яғни көбі қалалы жерге қарай қоныс аударып кешіп жатқан жағдайы бар екен. Көптеген кісілер ауылдық барған сайын құрып бара жатқан жағдайы бар. Яғни енді бұл ауылдыққа ары қарай дамыту үшін амал бар. Бұл Көктеректі, яғни қазіргі Марқа көл ауылын
аудан ретінде қайта мәртебесін берсе, сол кезде бұл жер қайтадан көркейетін жөні бар сияқты. Енді негізі шекара аймақтар, кеше біз жұмыспен қамтумен сөйлестік. Ол кісілерге біз аяқ астынан келіп қалғандықтан жұмыспен қамту айтты. Мүмкін болса сіздер уақытта келіп қалдыңыздар. Бірінші жұма күні, екінші мен әлі жер туралы хабарым жоқ. Жер қатынастары бөлімінен білейін, қай жерде қанша гектар жер бар мал шаруашылығы үшін біз сіздерге бере алатындай. Мен айттым, бізге үлкен 2 шаруа қожалық құрылатындай жер берсеңіз, болмағанда 4-5 мың гектар жерден 2 шаруа қожалыққа жер берсеңіздер, 10 мың гектардың маңайында деп өтініш жасаған едім. Соны жер қатынастар бөлімінен біліп алайын, білгеннен кейін бір хабарын берем. Мүмкін болса содан кейін келіп көрем десеңіз, мен жұмыспен қамтудың машинасымен толығымен аралатып шығайын, сол керекті жерлер деді. Мен айттым, ондай жері жоқ болса аралатудың қажет жоқ. Егер жер болған жағдайда сол жері бар жерге аралатып көрсетсеңіз болады. Көңілімізден ұнап жатса, туысқандарды бері қарай шақыруға біз дайынбыз деген өтінішті айттым. Сонымен жарайды деді. Содан кейін өз күшімізбен осы жаққа келіп айланып жүрген жағдайымыз бар. Осы жақта таныстарымыз болды, сол таныстарымызға келдік. Енді біз Абай облысының Жарма ауданында болғанда, Жарма ауданы жұмыспен қамту орны өз жерлерін толықтай бізге 80% жерін өз көліктерімен аралатып шықты. Бізден шыққан шығын тек қана жатын орын, тамағымызға шығын болды да, жүрген көлігімізге ешқандай шығын шықпады. Сөйтіп аралап шықтық. Енді бұл міне қазіргі Күршім ауданының Марқакөл туралы бар мәліметім осы. Енді Марқакөлдің өзіне жете алмадық. Ол әсем көркем жер. Енді қысты күні қар қалың жауады, жолдардың бәрі бекітіліп қалады. Оны ашып отырады дейді. Ашып отырғанмен де бекітілетін кезде біраз жол қиындықтар туады. Бірақ өмір сүреміз о жаққа деген кісіге әрине қиындықтан қорықпаған кісі жақсы өмір сүріп кетуіне әбден болады. Өте көркем жер. Сөйтіп бұл жерге де аяғымыз жетті. Шамамыз келгенше көріп шықтық. Енді видеоны сіздерге ұсынып отырмын. Білген мәліметімді айтып отырмын. Енді ары қарай тағы да жақсы мәліметтер болса айтам. Жұмыспен қамту орны қандай да бір жақсы мәлімет айтты. Сол кезде мен сіздерге хабарлап отырам. Шамам келсе, аяғым жетсе, тағы да бір жұмыспен қамту орнымен бағанағы жер туралы мәліметтерді алып, тағы да бір жетіп қалатын да күн болар. Аман сау болыңыздар.